достар, біздің YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде өте қызықты видео болғалы тұр. Бізбен бірге болыңыздар. Мен бүгін Нұрасыл мен Аделяға менен көп сұрап жүрген ойыншығын алып бергем. Оны барлықтарыңыз білесіздер. Тренд болған, хит болған мына ойыншық пингвин на льдине деп аталады. Өте қызықты ойыншық. Ал әрі бүгін бізде қызықты ойын, әрі распаковка ретінде қазір ашып көреміз. Негізі видеоға дейін біз шыдамай болар пакетигін ашып қойған болатын, бірақ әлі көрген жоқпыз, ойнап көрген жоқпыз. Ал ашып көрейік, ішінде не бар. Бізге де қызықты болып тұр. Ашып көрейік. Қанекей, түсіп қалды, аласам. Аша бер екен. Ақ пен көк мұздықтар ғой деймін, аналар? Қанекей, аш, қанекей. Не бізге берілген? Балғамыз, балға берілген. Мынау не бізде? Мұздықтарды орналастыратын столигі. Стрелкасы. Айналдырып көрші, Аделя? Айналдыр. Айналдырды. Қандай белгі кеп тұр? Бізге ақ пен көкке кеп тұр, ақ пен көкке түссе, бір ақ, бір көк мұздықты балғамен ұру керек. Қазір ойын барысында түсінесіздер. Ашып көрейік. Бәрін аударып. Оқты, сүйкімді пингвин. Осы бізде басты кейіпкер деп па? Пингвинді не істейміз біз? Барлығын мұздықтарды құрастырып, пингвин не істейміз? Ортасына орналастырамыз. Құрастырып көрейік. Ал бізде Нұрасыл мен Аделя құрастыруға кірісіп кетті. Ал бізде несі? Аяқтары ма? Ножкалары. 4 ножкасы бар екен. Осылай теріс айналдырып құрастырған дұрыс па? Негізі мынау мұздықтарды әртүрлі ғып қалауларыңызша орналастыра бересіздер. Өте қызықты ойын негізі. Мінекей достар, коробкасын сыртына жазылып тұр. 2 адаммен 4 адамға дейін ойналады екен. Алып балаларыңызға ойнатсаңыздар болады. Ойын видеодан кейін өзімізді ойнайын деп тұрған сияқтымыз. Осы видеодан кейін. Ал құрастырып жатырмыз. Бұл үстел үсті ойын деп аталады. Өте қызықты. Балаларыңыздың ойлау қабілетін дамытады, тапқырлыққа, жылдамдылыққа үйретеді. Ал мінекей мұздықтарды орналастырдық, енді айналдырып көрейікші. Қандай әдемі. Пингвинді не істейміз енді? Пингвинді тура ортасына орналастырамыз. Бізде 2 балға берілген. Осы 2 балғамен пайдаланып, мынау не бізде? Стрелканы көрсетші, Аделя. Стрелканы не істейміз? Айналдырып. Кімге қандай мінекей сурет, қандай сурет белгісі түседі, соны ұрады, Бірінші Сулифа жасайсыңдар ма? Кім бірінші бастайтын? Нұрасыл бірінші бастайды. Видеоға көрсетші? Көрсет. Жоқ, сенкі стрелкаға тура ортасына түссе, қайтадан айналдырасың. Жарайды, қайтадан айналдыршы, көрінбей қалды. Жерге қойып айналдырсайшы. Бір аққа түсті. Ал мұқият боп мұздықты ұрасың. Молодец. Енді Аделя. Стрелканы айналдырасың. Бір ақ. Мұздық қарындаршы, пингвин қозғалып жатыр. Ақырын соғу керек. Молодец. Стрелканы айналдырамыз. Бір көк па? Байқа, Нұрасыл. Енді. Молодец. Бір көк кетті. Енді Аделя басынан айналдыршы. Айналған жоқ стрелка. Екі ақ, бір көк.
мұқият. Бір көк. Вау, кетті. Енді қанша? Енді бір ақ. Жоқ, екі ақ. Бір көк, екі ақ. Біреу құлады ғой. Аха, енді бір ақ қалды, Расыл, негізі неге қойып айналдыр. Дұрыстап айналған жоқ. Қандай түсті айтшы? Екі ақ, бір көк. Екі ақ, бір көк. Ал бір ақ, бір көк. Енді бір ақ. Тұр. Ойлан. Кетті. Аделя. Екі ақ. Пингвин қозғалып жатыр, Аделя, мұқият бол. Қарап. Нұрасыл жеңді. Молодец. Бізде 2 раунд, 3 раундқа дейін ойнаймыз ба? 3 раунд ойнайық, Біріншісінде Нұрасыл жеңді, ал енді екінші раундты қайтадан құрастырамыз. Мінекей біз екінші раундымызды бастаймыз. Қайтадан құрастырып болдық, иә? Енді бізде кім жеңеді? Не істейміз? Кім жеңеді соған? Ақша берейін ба? Ақша берем онда. Кім жеңеді соған мен 5000 теңге берем. Ал жаңа біз кім бастады біріншісінде? Енді Аделядан бастайық, Ал Аделя, сәттілік. Стрелканы ұрмаймыз ба бірінші? Стрелканы ұрайық. Қандай белгі түсті? Екі ақ. Енді мұқият. Молодец. Пингвиніміз қозғалып жатыр. Бір көк түсіп кетті ма? Жарайды енді. Нұрасыл. Енді екі көк. Екі көк. Ал Нұрасыл, сәттілік. Мұқият боламыз. Екі көк. Бір. Молодец. Енді Аделя. Қандай белгі? Бір көк, бір ақ. Біреу кетті. Енді ақ. Аделя, мен негізі өте қиын жерді таңдадым. Негізі шетінен бастасаңдар, пингвиндеріңді кішкене құтқарасыңдар. Екі ақ, бір көк. Нұрасылға түсті. Екі ақ, бір көк. Ойланып істейміз. Молодец. Екі ақ. Пингвиніміз қозғалып жатыр. Кетті. Енді бір ақ ба? Или болды ма? Бір ақ. Теспе. Бір ақ. Молодец. Аделя енді. Мә, достар, пингвиніміз мұздықтардың бәрі түсті. Негізі қиын болып келе жатыр. Екі ақ па сенде, Аделя? Үш ақ түсті ма? Мә, мұздықтардың бәрін қиратып келе жатсың, Аделя. Орта түсті, қайтадан айналдырасың. Бір ақ. Нұрасыл, сенікі жеңіл. Негізі шеткі мұздықтарды тұрсаңдар, пингвиндеріңді сақтайсыңдар. Қаншалықты жақын тұрсаңдар, мұздықтар құлап кетеді. Пингвиндер. Молодец. Екі ақ, бір көк. Екі көк кетті сенде, Аделя. Мұздықтың бәрін құлатып жатсың. Аделя жеңілді. Нұрасыл молодец. Нұрасыл жеңіске жетті. Енді? Үшінші раунд па? Бізде үшінші раунд. Мұздықтарымызды құрастырып, орналастырдық. Негізі Нұрасылда 2 ұпай, Аделяда 0 ұпай. Үшінші раундты ойнайыншы деп өзі айтты. Біз көңіл үшін жарайды дедік. Негізі Аделя жеңіліп тұрсын. Сонда да үшінші раундқа келістік.
Бастаймыз ба? Негізі Аделя 4-ші раундта да ойнайықшы деп өтініш жасап тұр. Нұрасыл, өтінішін қабылдайсың ба? Иә. Жарайды, онда Аделя сен қазір өзің осы 3-ші раунд пен 4-ші раундта ұтсаң, бірақ екеуің тең боласыңдар. Ал ұтылсаң, Нұрасыл жеңіске жетеді. Бастайық. Екі ақ. Екі ақ. Екі көк. Екі көк. Екі көк. Ал, ұрамыз Нұрасыл екі көк. Уже үйреніп алдық, біріншісіндегіндей емес. Екі көк мұздықты ұрамыз. Пингвиніміз қозғалып жатыр, мұқият болу керек. Тұра берсін. Бір көк, енді екінші көк. Молодец. Аделя да. Көрсетші Аделя. Екі ақ, бір көк. Мұқият боламыз. Ұра бер. Екі ақ, бір көк кетті. Енді бір ақ, Аделя. Аделя жеңілдің, Нұрасыл жеңіске жетті. Аделя, осымен негізі 4-ші раундтың ойнаудың да қажеті жоқ, өйткені сен ұтылдың. Жарайды, ештеңе етпейді. Нұрасыл жеңіске жетті. Молодец. Енді мен уәде еткендей, Нұрасылға өзінің ақшасын беремін. Ақшасын аудардым. Міне, Нұрасыл, ақшаңды аудардым. Аделямен бөлісіп, өзің қажетті нәрсеңді аларсың, иә? Осымен біздің ойынымыз аяқталды. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі жолы сіздерге бұдан да қызықты ойын түсіретін боламыз. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.